Сәлематсыңдар ма балалар? Жамбыл облысы Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылы номері 1 мектеп гимназия математика пән мұғалімі Султашева Гүлнара Табыржан қызы бүгін сіздермен геометрия сабағын өткізетін болады. Сабақтың тақырыбы түзу мен шеңбердің өзара орналасуы. Мақсаты түзу мен шеңбердің өзара орналасу жағдайларын талдау. Бағалау критериялары. Шеңбердің элементтерін біледі, түзу мен шеңбердің өзара орналасу жағдайларын анықтай алады. Қайталау сұрақтары. Кім жылдам? Шеңбер деген не? Дөңгелек деген не? Қандай кесінді шеңбердің радиусы деп аталады? Диаметр радиустан неше есе ұзын? Шеңбердің доғасы деп нені айтады? Осы 5 сұраққа балалар аудио жазба арқылы маған жауап беретін боласыздар. Түзу мен шеңбердің орналасуы 3 жағдайын көріп тұрмыз. Бірінші жағдайда түзу мен шеңбер қиылыспайды, екінші жағдайда бір нүктеде қиылысады, және үшінші жағдайда екі нүктеде қиылысады. Енді осылардың әрқайсысына бөлек тоқталып өтейін. Бірінші жағдай, егер шеңбердің центрінен түзуге дейінгі қашықтық шеңбердің радиусына тең болса, онда осы түзу шеңберге жанама болады. D шеңбердің центрінен түзуге дейінгі қашықтық R радиус. Екінші жағдай, егер шеңбердің центрінен түзуге дейінгі қашықтық шеңбердің радиусынан кіші болса, онда осы түзумен шеңбер екі нүктеде қиылысады. Балалар, D ол шеңбердің центрінен AB түзуіне дейінгі қашықтық. Ол радиустан кіші болып тұр. Онда AB нүктесі осы шеңберді AB түзуі болып екі нүктеде қиып өтіп тұр. Тағы да балалар біз білеміз, AB түзуі бұл шеңберге хорда деп аталынады. Келесі, егер шеңбердің центрінен түзуге дейінгі қашықтық шеңбердің радиусынан үлкен болса, онда бұл түзу мен шеңбердің ортақ нүктесі болмайды. Яғни центрден түзуге дейінгі қашықтығымыз радиустан үлкен болып тұр. Екеулері бір-бірімен қиылыспайды, яғни ортақ нүктесі болмайды. Тапсырма. Шеңбердің радиусы 5 см және шеңбердің центрінен түзуге дейінгі қашықтық 5 см, 4 см, 7 см болса, түзу мен шеңбердің өзара орналасуы қандай? Бірінші, центрден түзуге дейінгі қашықтықты біз D арқылы белгілейміз. D тең 5 см. Радиусты R арқылы белгілейміз. R тең 5 см-ге. Яғни қашықтық пен радиус өзара тең болатын болса, онда түзу мен шеңбер бір нүктеде қиылысады деп жауап береміз. Екінші, қашықтық 4 см, радиус 5 см, яғни центрден түзуге дейінгі қашықтығымыз радиустан кіші болатын болса, онда екі нүктеде қиылысады деп жауап береміз. Келесі жағдай, центрден түзуге дейінгі қашықтық 7 см, радиусы 5 см болатын болса, яғни бізде центрден түзуге дейінгі қашықтық радиустан үлкен болатын болса, онда түзу мен шеңбердің ортақ нүктесі болмайды деп жауап береміз. Сабақ барысында 19-да 1, 19-да 2, 19-да 3 есептер салу есептері балалар, ал 19-да 6 есеп қазір ғана мен сіздерге түсіндіріп берген мысал барысында қарап шығарасыздар.
сәйкестендіру тапсырмалары. Бұл жерде балалар H дегеніміз сол арақашықтық. Центрден түзуге дейінгі арақашықтық. Егерде радиустан үлкен болатын болса, сәйкестендіреміз шеңбермен түзудің өзара орналасуын. Егерде арақашықтық радиустан кіші болатын болса, A, B, C-ді қайсысына сәйкес келеді екен сәйкестендіреміз. Егерде арақашықтық пен радиус өзара тең болатын болса, тағы да сәйкестендіреміз. Енді осы жерде балалар қайсысы жанама болады екен, соған алып барып тағы да сәйкестендіреміз. Өзін өзі бағалауға арналған сұрақтар. Түзу мен шеңбердің өзара орналасуы неге байланысты? Түзу мен шеңбердің өзара орналасуының жағдайларын атаңыз. Қандай түзу шеңберге жанама деп аталады? Кері байланыс. Мен нені үйрендім? Маған не қиын болды? Мен сабақтың мақсатына жетуім үшін нені қайталауым керек? Міндетті түрде балалар кері байланысты толтырамыз. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше